Халыққа жанашыр емес, білімсіз дәрігерлер, сөзімді тыңдаңдар. Ауру адамға ақшаң жоқ деп артынан есікті жауып жүрсіңдер. Солай ма? Депутат мырза. Жоқ, тоқтамаймын. Адам өмірі саудаға салынбайды. 4 жыл оқығандығың үшін өзіңді Құдай санама. Білімің жоқ болса кет. Халыққа зиян келтірме. Білімсіз дәрігерлер жұмысынан кетсін. Ақшам болмаса қарамайды олар. Олар білмейді не екенін. Жауапкершілік. Төлемесеңіз қабылдай алмаймыз. Заң бойынша жазалансын. Мұндай кесінде үкім болуы керек. Қазақстанда адам құқығы қорғалуы тиіс. Әйтпесе біздің ар намысымыз қайда? Әділет. Құрметті әріптестер, біздің халық ауруханаға барғанда ақшаң болмаса қарамайтын, білімсіз дәрігерге тәуелді болуға тиіс емес. Қарайтын боп, салғырттық жасап отырғандар бар. Мұндай мамандар қызметінен келсін. Қатесі үшін елдің тағдыры тұр, адам өмірі тұр. Дәрігер деген арлы кәсіп. Білімсіз. Халыққа жедел жәрдем керек болса, ақшасы болмаса қарамайтын. Білімі жоқ дәрігерлерге үйде отырып шапалақ соғатын уақыт бітті. Оларға не үшін жалақ төлейміз? Ауруханаға барсаң ең бірінші сұрайтыны ақшадан қаншаң бар? Тексеріп шамасы келмейтін, науқастан қорқатындар қызметтен кетсін. Білімсіз дәрігерлер ем жасай алмайды, тексерілсін. Адамды емдей алмайтындар жұмысынан кетсін. Кассаға барып төлеңіз. Ақшаң болмаса қарамайды. Біз адамдардың үмітін сындырып отырмыз. Бұл әділетсіздік тоқтауы тиіс. Әр дәрігердің білігі халықтың амандығы. Білімсіздерге орын жоқ. Жауап